Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа Вестойл жұмысшыларынан үндеу. Қасым-Жомарт Тоқаев, біз Вестойл жұмысшылары талабымызды орындатамыз деп қар жастанып, мұз төсеніп ереуілде тұрғанымызға 69 күн болды. Қанды қаңтардан кейін естуші үкімет қара халықпен етене қарым-қатынас жасайтын үкімет боламыз деген уәдеңіз қайда? Мына қыстың қақаған аязында 69 күннен бері өзіңізге, үкіметке шеті жоқ үндеу жасап, жан айқайымызды естірте алмай келеміз. Бейбітшілік заманда естімегендей, көрмегендей отыру үкіметке сын. Бәсекелестікті дамытамыз деп, Маңғыстаудағы сервистік компанияларды жекешелендірді. Бұл жекешелендірудің салдарынан өңірімізде халықтың әлеуметтік жағдайы күрт төмендеп, жұмыссыздық көбейіп, еңбек құқықтарымыз тапталып, жекелеген кәсіпкерлер жергілікті билікпен қосылып, ойына келгенін жасауда. 1961 жылы мұнай атқылағаннан бастап техникалық қызмет көрсетіп келген жуытты мекемесі. Еліміздің дамуына үлес қосқан бұл мекемеде аталарымыз, әкелеріміз жасап кеткен, қазір сол кісілердің ұрпақтары жасап келеді. Тарихы тереңде жатқан мекемемізді жекешелендіруге жол бермейміз. Естуші үкімет деген уәдеңіз уәде болса, саяси шешім қабылдап, Маңғыстауды аяқтай келіп шешіп беруіңізді талап етеміз.